Жүректегі мұз 68-ші бөлімі. Бүгінгі эпизод өте қызықты болады. Токсинді өлтіруге осы Хикметтің ісінде біраз күдік бар деп Джихан аңдап келеді. Джиханның аңдап келе жатқанын білген Хикмет дереу Сумрудың бастығының әйеліне звондап, тез кел, мен сені күйеуіңе қатысты нәрсе айтамын деп алдап шақырып алады. Содан кейін артынан келген Джихан: кәне, шындықты айта бер, қандай қылмыскерге ақша төлейін деп жатырсың дейді. Бірақ бұл қылмыскер емес, бұл әйел болғаннан кейін үндемей шығып кетеді. Әрине бұл Сумрудың бастығының, бұрынғы Кілемстатын бастығының әйелі ғой. Сол әйеліне айтады: мен саған өте ақпарат етамын, сен білесің бе деп. Сумру мында токсинді тезірек оянып кет деп жылап жатыр. Мен сені сүйдім, өйткені менің өмірімдегі нағыз мені сүйген еркек сенсің дейді. Токсин ағасын өлтіруге жұмсаған Джихан деп ойлаған Нұқ осы жекежайға келіп оқ атып барлығын дүр сілкіндіріп оятады. Қане, шығыңдар деп айқайлайды. Бәрінен де кек алғысы келеді Нұқ Джиханнан. Джихан: сабыр сақтаңдар, мен өзім сөйлесіп шешемін дейді. Әкесі болса шықпа деп жалынып жатыр. Сонда да шықты. Токсин ағаға қару атқан, оқ атқан сенсің ғой, шыныңды айт деп айқайлап жатыр. Енді саған Мелек те бала да жоқ, біз екеуміз жаумыз дейді. Осы кезде Мелекке шақырып кешегі болған оқиғаны айтып жатыр. Енді мен не істеймін дейді. Сибилай Токсин ағаға ауруханаға келген. Осы кезде Назым көріп қалып, қал жағдай сұрасып амандасып жатыр. Өзінің бір клиенттеріне келгенін айтып жатыр. Нұқ көріп қалып ашу мен қызғаныштан дереу қасына келіп: сен не, Сибилайдың аңдып жүрсің ба? Сибилайға келдің ба? Екеуің араларың не бар деген секілді айқай шығарды. Мен клиенттеріме келдім деген кезде Сибилайға: сен оның клиентсің бе дейді. Осы кезде Сибилай ашуланып кетті. Бірақ сонда да шыдап тұрды. Ал Нұқ қызғаныштан Назымды ұрып, тіпті аузына келген айтты. Қатты ренжіген Сибилай кетіп қалды. Мұнда Токсин есін жиып Сумруның қолынан ұстады. Ал Самет мырза өзінің көмекшісіне Токсинді өлтіру туралы жоспарын айтқан. Бірақ бұл аяқ астынан милицияға түсіп өлтіре алмай қалады. Ал бұның жоспарын Джихан көріп қалды. Әке, сен не өлтірдің? Сен осындай қан жермедің? Неге сен Токсинді өлтіруге адам жұмсайсың деп айқайлап жатыр. Хикметтің сөздерінен кейін ойланған әлгі Кілемстатын бастықтың әйелі осы жерге келіп, менің күйеуімді өлтіруіне Сумру мен Токсиннің қатысы бар дейді. Осы кезде Сумру келеді, және тілшілер де келіп келген ғой. Осы кезде айтып жатқан кезде: не деп тұрсың, бұл не шу, бұлай қалай жасауға дәтің барады, кетіңдер деп айқай шығарады. Өзіне ренжіп қалған Сибилайды қайтадан кешірім сұрау үшін Нұқ қасына келеді. Кешір, мен қатты кетіп қалдым, сені қатты сүйем, қатты қылғанам дейді. Сибилай болса: жетер, ендігі ары ондай нәрсе айту жолма дейді. Ал нанда Назым мен Джихан сөйлесіп жатыр. Джихан өзінің шаршап кеткенін айтты. Жұмыста отырған Нұққа анасы Сумру келді. Енді не істейміз? Біз не істейміз? Мен қатты қорқамын. Менің қылмысым ашылып қала ма деп қорқамын. Сумру анасына звондап: менің қасыма кел, Токсинді үйіме кел деп айтты. Қасыма кел дейді, бірақ анасы келмейді. Токсин ауруханадан шығып жатыр. Бұны Нұқ және өзінің қызметшілері шығарып жатыр. Сумрудың анасына барлығы: неге сен бұл үйден кетпейсің деп сұрақ қоюда. Бірақ кемпір: бұл менің үйім емес, сендердің үйлерің емес. Мен Бунами болса ренжіп жатыр. Неге сендер таңғы асқа бізді оятпайсыңдар дейді, көзі бақырайып. Ауруханадан шыққан Токсинді қызметшілері, тіпті Мелек, Сибилай, Сумру барлығы амандасып қарсы алды. Және барлығы осы жерде отырған кезде Токсин ағасы айтады: ешкімге әлі ешқандай кім атқаны белгісіз, сондықтан Шансәулен әулетіне тиіспеңдер, барлық дәлел болғаннан кейін деп. Осы кезде қызметшісі келеді: мен сізге өзім шай дайындап әкелдім дейді. Бірақ осы шайдың ішінде у қосылған еді. Осы қызметшісі барлығын ұйымдастырған, атысты да ұйымдастырылған. Өзі бірақ өкініп жүр: мен не істедім, Алла, мен не істедім, енді не болмақ дейді. Алдағы бөлімде көресіздер, жалғасы бар.